Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге аяқ-қолдың мұздау себептері жайлы және емі туралы айтатын боламын. Мені жоғалту алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Аяқ-қолдың мұздауы кей жағдайларда табиғи болуы мүмкін. Олар әрқашан алдымен суықты сезеді және соңынан жылиды. Бұл өмір сүру механизмінің маңызды элементі болып табылады. Біз суық ауа райына тап келсек, ми аяқ-қол тамырларын тарылуын мәжбүр етіп, қан айналымын шектейді. Бұдан қан қатты салқындамайды да, маңызды болған ішкі ағзалардың жылудың сақталуына көмектеседі. Бірақ кейде күн ыстық уақытта да аяқ-қолымыздың мұздап тұрғанын сеземіз. Мұндай жағдай кей ағзалардың дұрыс жұмыс істемеуінен болады екен. Бірінші, мазасыздық күйзеліске түсу. Күйзеліске түсу кезінде ағза оған жауап ретінде адреналин бөле бастайды. Бұл гормон денені жүгіруге немесе соққыға дайындайды. Ағзадағы қан айналымының жедел тарылуы ағзаның оқыс жағдайға дайындалуының бір көрінісі. Мысалы, жүгіру, соққы кезінде аяқ-қолыңыз жарақат алса, қан тарылу әсерінен көп қан жоғалтпайсыз. Бұл өміріңізді сақтайтын маңызды факторлардың бірі болып саналады. Емі қандай? Ең маңыздысы көбірек дем алу және жүйкені тыныштандыру. Күйзелістен арылсаңыз, аяқ-қолыңыздың да тез арада қайтадан жыли бастайды. Екінші, қан айналымына қатысты проблемалар. Қанның дұрыс айналмауы бұл қол-аяқтың мұздауының ең көп таралған себептерінің бірі. Қан айналымының нашарлауына түрткі болатын факторлар ықпал етуі мүмкін. Олар: варикозды тамырлар, қан тамырларының бітелуіне әкелетін холестериннің жоғарылауы, темекі шегу, жүрек қан аурулары, қозғалыссыз өмір салты. Емі қандай? Егер аяқ-қолыңыз жиі мұздап қала беретін болса, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Дәрігер қан айналымы бұзылуының себебін анықтайды да қажетті ем тағайындайды. Үшінші, темір тапшылығы анемиясы. Қандағы гемоглобин тапшылығы қолдарыңыз бен аяқтарыңыздың үнемі суық болуының негізгі белгілерінің бірі. Емі қандай? Темірдің жетіспеушілігі әдетте әлсіздікпен, тез шаршаумен, шаш пен тырнақтың сынуы арқылы білінеді. Егер осы белгілерді сондай-ақ аяқ-қолдың мұздағанын байқасаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. Ол қан анализінің нәтижелеріне негізделген диетаны немесе нақты дәрі-дәрмекті тағайындауды ұсынады. Төртінші, қалқанша безі гормондарының жеткіліксіздігі. Гипертиреоз қалқанша безінің гормонын әдеттегіге қарағанда көп бөле бастайды. Басқаша айтқанда, гипертиреоз гипотиреозға қарама-қарсы ауру. Қалқанша безі гормондарының төмендеуі ағза жұмысын баяулатса, гипертиреоз кезінде ағза жұмысының қарқыны қатты артады. Гипертиреоз белгілері: жүйке жүйесіндегі өзгерістер, ұйқысыздық, көңіл күйдің аумалы-төкпелілігі, тершеңдік, әлсіздік, жүректің қатты соғысы, дірілдеу, әсіресе саусақтар қатты дірілдейді. Көздің көп болуы, ісіп кетуі, көзді бір орынға қадай алмау, арықтау, іш өту, жоғарыдағы белгілер біліне бастаса, міндетті түрде эндокринолог дәрігерге қаралу керек. Бұл ауру қатты асқынбаған болса, емделуге болады. Емі қандай? Консервативті емдеу түрі, препараттар көмегімен емдеу, радиоидты терапия, радиоактивті йод көмегімен емдеу, хирургиялық емдеу, наркоз негізінде операция жасау. Көбіне бұл ауруға әйел адамдар шалдығады. Ал аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдерде гипертиреоздан емдеу өте қауіпті болып саналады. Бесінші, қант диабеті. Қант диабеті көмірсутек, май, ақуыздың зат алмасудың созылмалы бұзылуы. Яғни қанға көп мөлшерде қан түйіршігінің бөлінуі болып табылады. Диабет инсулиннің асқазан асты безінен жеткілікті мөлшерде бөлінбеу салдарынан басталады. Инсулинсіз ағза қан түйіршегін өңдей алмайды. Соның салдарынан қанның құрамында қант мөлшері арта бастайды. Қандағы глюкозаның артуы тамырларды тарылтады. Сол себепті қан айналу баяулайды да аяқ-қол мұздай бастайды. Емі қандай? Қант диабетін растау үшін терапевтке хабарласыңыз. Егер ауру диагнозы қойылса, дәрігер аяқ-қолдың мұздауының алдын алатын емдеу шараларын айтатын болады. Алтыншы, бүйрек ауруы. Бүйрек функциясының бұзылуы қан тамырларының қысылуын және қан айналымының бұзылуын тудыратын ісінуге әкелуі мүмкін. Бұл ең алдымен аяқ-қолдардың ісінуіне және мұздауына алып келеді. Емі қандай? Дәрігерге хабарласу. Ол сіздің бүйректеріңізді тексеруге көмектесетін тестілерді тағайындайды. Қажет болса, ол ісінуден және басқа жағымсыз белгілерден арылуға көмектесетін дәрі-дәрмектер тағайындайды. Жетінші, анорексия. Анорексия ағзаның тағамдық орталығы қызметінің бұзылуы салдарынан тамақтануға физиологиялық қажеттілік бола тұра тәбеттің болмауы. Анорексиядан туындаған майлы тіннің болмауы ағзадағы жылуды ұстап тұруды қиындатады.
Ми өмірлік маңызды органдардың жұмыс істеуі үшін қажетті температураны ұстап тұру үшін қоршаған ортада аяқ қолдарда қан айналымын шектейді. Емі қандай? Анорексияда аяқ пен қолдың мұздап қалуынан басқа белгілері жеткілікті. Олардың негізгісі салмақ жоғалту. Егер сіз мұны байқасаңыз, ауру асқынып кетпеу үшін жедел түрде терапевт көмегіне жүгініңіз. 8. Ұйқының бұзылуы. Ұйқысыздық метаболизмді және қан айналымын баяулатады. Қан ағымының баяулауы басқалармен қатар аяғымызды мұздауына алып келеді. Емі қандай? Ұйықтап күніне кемінде 7-8 сағат демалуыңызға тырысыңыз. Бұл аяқ қолыңызды жылытуға ғана емес, сонымен қатар жалпы әл-ауқат пен денсаулыққа өте пайдалы. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.